Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжінің жастары Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналған желтоқсан желі ызғарлы атты челленджді бастайды. Біздің тарихта қанды жазумен мәңгі есте қалатын бұл желтоқсан оқиғасының құрбаны болып, қазақ қыздары мен қазақ жігіттері арамыздан кете барды. Сол бір ерте түскен қыз тоқырау жанжалының табанында аяусыз, армансыз таптаған ар намыстың ышқынған дауысы құлағымызда әлі шыңылдап тұрған. Бұл дауыстың ішінен қызғалдақтай ләззат, сенің де ләззат дауысың талып естілді. Желтоқсанда шындық жарын шырқаймын деп шырақ ұрдың. Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындың. Айналайын, айналайын, жас өркені халқымның, ерте айтылды, сондықтан да келде айтылды бұл ән. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десең атың бар. Иә, бұл жазықсыз құрбан болған қазақ жігіті Қайраттың соңғы үні болады. Бостандықтың жарық сәулесі үшін арпалысқан Ербол, Қайрат, Ләззат, Сабира, тағы да басқасында аға апаларымызға осы челленджімізді арнаймыз. Ендеше 16 желтоқсанның әнұранымен осы челленджімізді ашық деп жариялаймыз. Желтоқсан бірде, елтоқсан түрде, келеді мүлде жайдарлы, сол жылы бірақ әдеттен жырақ, көрінді шың ақ айбарлы. Тоңдырды мені, тоңдырды сені, желтоқсан желі ызғарлы. Желтоқсан бірде, елтоқсан түрде, келетін мүлде